коррупция самая актуальная. Я считаю, что нужно бороться с ней, искоренять ее. И нужно начинать с самого себя. В первую очередь, адал бол. Біздің еліміздің дамуына кедергі әкелетін проблемалардың бірі ол жемқорлық. Жемқорлық адам баласының рухани байлығымен қатар оның еңбек құқығын құртады. Менің ойымша жемқорлықты құрту үшін әрбір адам өзінен-ақ бастау керек. Адал бол. Korrupsiya bütün dünyanın problemidir. Bunlarla hamımız mübarizə aparmalıyıq. Biz gençler olarak korrupsiyaya qarşıyıq. Adal бол. Жемқорлыққа қарсы Қазақстан ғана емес бүткіл әлем күресуде. Және де біз жас ұрпақ сіздерді де жемқорлыққа қарсы күресуге шақырамыз. Өзгерісті өзіңнен баста, адал бол. Жемқорлыққа қарсы күресті және іс-қимылды Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біздің елбасымыз өзінің жолдауында 5-ші міндет етіп бекіткен болатұғын. Менің ойымша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті бүгіннен бастап мектеп табалдырынан, университет табалдырынан бастау керек. Өзгерісті өзіңнен баста, адал бол. Сейчас в наше время люди все больше и больше прибегают к коррупции, и каждый понимает, что это может закончиться очень плачевно. Но также сейчас в наше время создается очень много антикоррупционных стратегий, и наша молодежь создает очень много антикоррупционных движений, антикоррупционных организаций. И в последнем, что я хочу сказать, өзгерістерді өзіңнен баста, адал бол. Коррупция на сегодня самая актуальная проблема государства, из-за нее страдает все общество, все население. Также из-за коррупции отстает в развитии всей области жизнедеятельности человека. И чтобы решить эту проблему, сначала каждый должен начать с себя. Өзгерістерді өзіңнен баста, адал бол. Today the corruption is the main problem in our society. So if we want to make our country better, we need to stop this. We need to start from ourselves and be honest. Өзгерістерді өзіңнен баста, адал бол. Өзгерістерді өзіңнен баста, адал бол. Адал бол! Адал бол! Адал бол! Адал бол!